Ассаламу алейкум. Амансыз ба? Баршаңызға ассаламу алейкум деп амандасып қояйын. Мен аға сұрақ қояйын дегенім, әкім мырза. Бізде бұрын соңды болмайтын бұндай сауатсыздық ше. Бізде мен ешқандай неге Бауыржанға, мысалға біздің әкімімізге мысалға ешқандай нем жоқ, айыбым жоқ. Не тақпаймын, ешқандай ешнәрсе тақпаймын. Бізде мен жеке басым туралы айтайын деп тұрмын, бірақ ертең бұның алдын алмасақ, бұл у шығып кете береді ше. Ринат айтпақшы, Ринат депутатымыз айтпақшы, көшеден алып кете беретін бандитский бізде МВД болып жатыр қазір. МВД-да бізде сондай нәрселер болып жатыр да бізде, полиция қызметкерлерінде. 22-сі күні какой-то бір шетелден хабарлайды екен бір адамдар митингті. Біздердің не қатысымыз бар, біздердің олармен таныстығымыз жоқ. Сөйлесіп отқан, біз шай ішіп отқан жерімізді көріпті ма? Мысалда, соны мен бір доставкамен кетіп баратам, 22-сі күні бір қыдырып, немен кетіп баратам. 22-сі күні білесіз ғой, Наурыздың 22-сі күні мерекеде туысқандарым үйіне аралауға кетіп баратам. Құттықтауға. Кетіп баратқан жерімде, остановкада тұрған жерімнен гражданский киімде, бандитский рожамен келет маған. Шыны керек. Келет та қолымды қайырып алып кетет. Бұндай сұмдық болмаған бізде, Ақтаста, Саранда бұрын алдын болмаған. Бұндай сұмдықтар ше. Келет та алып кетет та, міне өздері отыр. Бірақ мені алып барады. Кабинеттеріне алып барады, біреуі түсіндіріп жауап қайтара алмайды маған. Қазақ тілінде, менің өзімнің тілімде, мемлекеттік тілде біреуі жауап қайтара алмайды. Біздің соған бұйрық берген кісі өзіміздің осы жергілікті басшы екен. Жергілікті кімді айтып отқанын біліп отырсыз ғой, жергілікті басшы осы жердің. Қызметкерлердің басшысы бір ауыз маған түсіндіріп бере алмайды, түсініктеме бере алмайды. Бұл не деген сауатсыздық? Неге алып барады мені? Қолымды қайырып кәдімгідей алып барады, 3 кісі болып алып барады. Остановкада менің абыройым бар ғой. Менің бала-шағам бар, ертең бала-шағамның алдында, бала-шағам алдында қандай бетте болам мен? Бұлар неге законна келмейді бізге? Законна келіп алдымызда неге бізге жаңағы шақырту дейміз ғой? Қағаз түрінде шақырту, неге печатталған шақырту берілмейді бізге? Содан кейін алып барады бізді. Сосын саясат, ішкі саясат дейміз, недегі, акимат, сіздердегі қарайтын ішкі саясаттарыңыз. Бір қаусаған пенсионер шалдарды жібереді. Біздің